Инвесторлардың ең маңыздысы ол жаңағы саланың белгілі бизнес түріне ақшаны салған кезде ең біріншісі ол жаңағы сол саланың рискісін түсіну керек деп ойлаймын. Бізде былай ғой, біреу мал өсірді да өте керемет пайда көріп жатыр, жылқылары, қойлары өсіп жатыр, қызығады да, соған кірегетті барады да ұрынады. Сосын барады да мақтадан біреу күшті қызық көріп пайда тауып жатыр, егіннен тауып жатыр, соған барады ұрынады. Біреу алма өсіріп жатыр екен деп гектар алма өсіреді да барады да ұрынады. Неге? Өйткені әр саланың өзінің, қазақша айтқанда подводное течение дейді ғой, өзінің қыр-сыры бар. Соның бәріне консультациямен мамандарымды дұрыс ақылдасып, олардың ақысын төлеп, олармен командаға алып, идеялар қылса, ол жаңағы сол саладағы рискіні азайтады. Бұл сияқты әр жердегі қайтарымы әртүрлі. Соған қай қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге жұмыс істеймін десеңіз, соған байланысты.